Мен жоғары немесе төмен емес, салауатты немесе сау емес өзін өзі бағалау жайында айтуды жөн көрем. Өзін өзі салауатты түрде бағалау, өзін өзі салауатты түрде тану дегеніміз не? Меніңше өзін өзі салауатты түрде бағалау дегеніміз, өзіңізді Құдай сізді қалай көрсе солай көру. Не артық, не кем емес. Тағы бір қайталайым. Өзін өзі салауатты түрде бағалау дегеніміз, өзіңізді Құдай сізді қалай көрсе солай көру. Яғни өзіңізді қандайсыз сондай күйде көру. Артық та кем де емес. Бірақ сондай өзіндік бағалауға қол жеткізу үшін келесі нәрсеге деген терең сенімділік қажет болады. Шүбәсіз куәліктерге сүйене отырып, сіз киелі кітап Құдай сөз екендігіне және ол ақиқат екендігіне сенімді болуыңыз керек. Сіз өзіңіз жайындағы ең дұрыс ақпараттың Құдай өз сөзінде сіз жайында не айтқан екендігіне сенімді болып өмір сүруіңіз керек. Сіздің сезімдеріңіздің, эмоцияларыңыздың сізді қоршаған ортаның айтқан емес, немесе әр жылда сұлулықтың жаңа үлгісі шығатын Голливудтың айтқан емес. Сонымен, Құдай сөзі сіз жайында не айтады? Сіз жайындағы ең дұрыс ақпарат қандай? Римдіктерге арналған хатта 12-ші тарау 3-ші аят. Бір өте қызық ескерме бар. Бұл жерде былай деп жазылған: өздерің туралы тиістісінен артық ойламаңдар, өздеріңді саналы түрде бағалаңдар. Мен былай деп айтатын адамдарды, бағушыларды білем. Міне оқыңдар, өзін жоғары бағалауға болмайды. Өзін бағалау төмен болу керек. Өз-өзі жайындағы пікірі қарапайым болу керек. Алайда бұл жерде олай айтылмаған. Бұл жерде өзі жайында тиістісінен артық ойламау керек делінген. Басқа сөзбен айтқанда, біз өзімізді жоғары бағалауымыз керек, бірақ тиістісінен жоғары емес. Бірақ өзімізді қалай бағалауға тиісті екендігімізді қайдан білеміз? Жауабы дәл сол аятта көрсетілген. Паул былай дейді: саналы түрде бағалаңдар, сенім арқылы. Басқа сөзбен айтқанда, өзімізді саналы түрде бағалауымыз керек. Саналы түрде дегеніміз не? Ол Құдай бізді қалай көрсе солай көру дегенді білдіреді. Артық та, кем де емес. Бұл Құдай біз жайында айтатынды ең дұрыс ақпарат деп қабылдауда негізделген. Біздің өзімізді ұғынуымыз Құдайдың біз жайындағы ойымен сәйкес келе ме? Мен әлем бойынша 90% сенушілерде біріншісі екіншісімен сәйкес келмейді деп айтар едім. Сенушілердің көпшілігінің өзін өзі қабылдауы мен Құдайдың оларды қабылдауының арасында еш байланыс жоқ.